Қайырлы күн, құрметті Тарбағатай ауданының тұрғындары және де Тоғырлы Тарбағатай газетінің тұрақты оқырмандары. Бүгін біздің сұхбат айдарының кезекті түсірілімі. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Тарбағатай ауданының ауыл шаруашылығы жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Мұхат Мейрамбек Асылбекұлы. Бүгінгі біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Және де осы бағдарламамызда, осы сұхбат айдарымызда сізге бірқатар сұрақтарымыз бар. Сол туралы осы жерде бөліссеңіз, бірқатар сұрақтарымызға жауап алсақ деп едік. Жалпы енді осы жақында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауын жариялап өткен болатын. Осы жолдау жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан өзекті мәселелер және оның түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу атты Қазақстан халқының жолдауын жариялады. Және де осы жолдауда ауыл шаруашылығы саласында бірқатар бағыт бағдарлар берілді. Жалпы қайырлы күн, құрметті ауылдастар, жерлестер. Енді президент Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауында ауыл шаруашылығына байланысты біршама айтылды. Бұл жерде енді цифрландыру бойынша жаңағы біздің қазіргі қайтарылған жерлер бар. Келешекте жер учаскелерін беру кезеңінде соны цифрландыру, оны жаңағы жер учаскелерін берген кезде қазір аукцион өткізіп жүрміз ғой. Сол сияқты мысалы онлайн форматта өткізу жоспарлануда. Алдағы уақытта. Енді одан кейін жаңағы мал шаруашылығына байланысты үлкен мәселелер айтып өтті. Жаңағы агрохабтар туралы, жаңағы инвестиция туралы барлық үлкен толық мағлұмат беріп өтті президент. Жалпы осы Тарбағатай халқы жалпы төрт түлікпен айналысып отырғаннан кейін, енді жалпы өміріміз осы төрт түлікпен байланысты ғой. Күнделікті етіміз, сүтіміз, осы ең қолайлы аймақ деп түсінеміз Тарбағатайда мал өсіруге. Салы бойынша осы жалпы мал мүлік Тарбағатай ауданында қанша мал басы бар? Жалпы енді Тарбағатай ауданы жаңағы мал шаруашылығымен қоса балық шаруашылығымен айналысады және өсімдік шаруашылығы 30% өсімдік шаруашылығымен айналысады. Енді жалпы ірі қара саны 90.074 бас болса, 151.162 бас қой, жаңағы 32.723 бас жылқы өсіруде. Осы Тарбағатай ауданында жалпы біздің 28 жылға дейінгі жаңағы ауыл шаруашылығы өнімін 2 есеге ұлғайту туралы үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Қазір енді біздің жаңағы ауыл аманаты бағдарламасы аясында жаңағы өз халқымыздың тұрмыс тіршілігін жақсарту бойынша ауыл аманаты бағдарламасы жүріп жатыр мысалы. Енді ол үлкен кооперативтер құру арқылы жаңағы қой саласын дамытсақ. Бізде қазір қой шаруашылығы кенделіп қалды. Неге десеңіз, ол жердегі үлкен мәселе жаңағы малшы, қойшы, азаматшалар ол жерге жұмысқа көп шопандар жетіспеушілігі, ол үлкен бір проблема болуда. Енді келешекте осындай мәселелер мал шаруашылығымен айналысып, мал басын көбейтіп, ары қарай өсіру үшін біз енді осы ауыл аманаты негізінде мал бордақылау алаңдарын ашу, 5000 басқа дейінгі жаңағы қой шаруашылығымен айналысатын азаматтарды тарту арқылы біз осы шаруада біраз жұмыстар атқарамыз деп ойлаймын. Осы бойынша жаңағы мал бордақылау туралы айттыңыз ғой. Осы бойынша әкімдікке бір ұсыныстар енгізілді ме жаңағы? Осындай ашсақ деген сияқты. Біз қазір барлық ауылдық округтерді біз бекітілген кесте бойынша аралап жаңағы ауыл шаруашылық кооперативтерін құру туралы, бұл жаңағы оның ерекшеліктерімен жаңағы пайдасы туралы түсіндіріп өтеміз. Мысалы, жаңағы малды қазіргі уақытта жаңағы оңтүстік аймақтардан бізден қазір тірідей сатып алып кету фактілер көп. Себебі біз қазір енді даладан өрістен мал сатып жатыр адамдар. Егер оны мысалы өзімізде бордақыға қойып, оны 2 есе өнім алуға, 2 есе пайдаға кенелуге мүмкіндік бар екенін біз қазір түсіндіріп жатырмыз.
Жақсы. Енді осы бұл әрбір саланың өзінің бір жеке қиындықтары болады ғой, қандай да бір жұмыс болсын, сала болсын, жалпы осы ауыл шаруашылығының, осы ауылдардағы жаңағы ауыл шаруашылығы мамандарының осы бір қандай проблемалары бар, жалпы осы шаруашылыққа байланысты. Ауыл шаруашылығында енді үлкен мәселе жаңағы жұмыс күшінің жетіспеуі, қазіргі жастарымыздың жаңағы бүгінгі күні осы шаруашылық бойынша жұмысқа енжарлығы, көп бармауы деген себептер бар. Және мысалы шөп дайындау, қысқы мал азығын дайындау мәселелерінде де үлкен осындай жаңағы осындай мәселелердің алдын алу үшін мысалы қазір мемлекеттің тарапынан лизинг бағдарламасы арқылы техника беру үрдісі жақсы қалыптасып келе жатыр. Қазір бүгінгі күні 28 бірлік трактор алып отыр ауданымыз. Тарбағатай ауданы жақсы. Енді келешекте де біздің ауданда жетіспейтіні енді комбайн, үлкен жаңағы комбайн алынса, егер жаңағы астығын, егінін, жемін өзі дайындап алатын жағдайға жетеді. Енді ол тағы да бір айта кететін нәрсе, ауыл аманатымен қазір 2,5%-бен техникада алуға мүмкіндік туды. Біздің қазір Жетарал ауылдық округінен бір техника алып, қазір қолданыста пайдаланып жүр. Ауыл аманаты арқылы, ауыл аманаты арқылы. Оны кез келген адам ала ма, әлде жалпы осы ауыл аманаты деген бағдарламасы жаңа басында айтып өткендей, біздің ауыл халқының тұрмыс тіршілігін жақсарту мақсатында жаңағы жасалған үлкен жоба. Сондықтан да бұған әрбір ауыл азаматы қатыса алады. Бұл жерде бір қиыншылығы деуге бола ма, әлде бұл жерде кепіл зат болу керек. Ауылдағы мысалы үйіміз, жаңағы ауылдық округтің ортасындағы үй болса, оны 60%-ға, жаңағы аудан орталық болса 70%-ға жаңағы соның кредит мөлшерінде ала алады. Ауылдағы үйді қойып алуға болады. Осындай мүмкіндіктер қарастырылған. Қарастырылған. Жақсы. Енді жалпы осы ауданда қой шаруашылығымен айналысып жүрген шопандар бар ғой, солар мемлекеттен берілген субсидияны әлі күнге дейін алмай отырмыз деп шағымдануда. Бұл облысқа қатысты ма, әлде бұл Тарбағатай ауданының шешімі бұл субсидия туралы? Қазір субсидиялау кішкене қағидалар өзгерді. Ал бүгінгі күнге дейін өткізген жаңағы субсидиялар біз осы ауыл шаруашылығы басқармасымен де басқа үлкен сұрақтармен де шығып отырмыз. Ол қазіргі қалдық субсидия қаржысы берілетін болды. Ол беріледі. Және бүгінгі күнгі жаңалығы бұрын малды түрлендіруге берсе, қазір асыл тұқымды малдардың төліне береді. Мысалы, бұрын бір аналық басқа 10.000 теңге берсе, қазір сол 15.000 теңгені бір асыл тұқымды жаңағы шаруашылықтың бұзауына төліне беріледі. Сондықтан да асыл тұқымды шаруашылықтармен айналысқан жөн деп ойлаймын. Ал жаңағы мен басында айтып өткен мәселе сонда қай уақытта шешім табады, жаңағы алынмай жүрген шопандар субсидияны? Ол жаңа айттым ғой, қарастырылып жатыр. Қазір уақытта жаңағы төленеді. Нақты ол енді қандай датада өткізді, сол бойынша өздерінің несімен түсіріп отырады. Жалпы қаралу мерзімі қанша оның? Жылдың аяғына дейін беріледі. Жақсы. Енді осы күз келіп, міне диқандар мен малшылар қауымы қысқы дайындықты қорытындылап, жаңағы жем шөптерін дайындап толықтыруда. Жалпы енді осы күз айында қандай, осы мәселе бойынша қандай бір қиындықтар туады деп ойлайсыз, жалпы тудырды немесе? Жалпы енді әр шаруашылық, әр жаңағы жеке қосалқы шаруашылық, ауылдағы үйлер, жеке үйлер мысалы өздерінің 5-10 гектар шабындықтарын, жаңағы шаруашылықтар өздерінің жаңағы қаралымдағы өздерінің жер учаскелерін қазір бүгінгі күні шауып, оны тасып, аяқтау сәтінде. Сондықтан да қазір енді барлық шаруашылықтарға айтарым, биылғы қыс мерзімі жаңағы өзінің бір ерекшелігімен, қаталдығымен, бір қыстың бір үлкен
жаңағы ауыр болатынын болжау бойынша айтып жатыр. Сондықтан да осы шаруаларға біздің ауылдастарымызға қысқамын жаз ойла деген сияқты 2 есеге көбейді бір малдың азығын дайындау, молырақ дайындауға Жақсы. ұсыныс айтамын. Жалпы былтырғы жылдан қарағанда жем шөптің жаңағы баға өсуі қандай, тұрақты ма былтырғы жыл мен биылғы жылдың шөп? Енді шөптің бағасы биылғы жылы жаңағы бір рулон 300 центнер болатын болса, басынан жаңағы шөптің басынан алатын болса, ол кішкене арзанырақ. Ол бір 6.000 мен 9.000 арасында, әкеп беретін болса, бір данасы 15.000-ға дейін болуы мүмкін. Жақсы. Енді президентіміз жаңағы атап өтті ғой жолдауында, осы жер аманаты туралы сөз қозғаған болатын. Жаңағы бос игерілмей жатқан жерлерді мемлекетке қайтарып, оны қайтадан айналымға енгізу туралы атап өтті. Енді осы бағдарлама бойынша ауданымызда қандай бір жұмыстар жүргізілуде, осы жер аманаты бойынша? Енді аудан бойынша, мысалы біз 22 жылдан осы 25 жылды аралығында 64.581 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Оның енді қазір проектісілер жасалып, 12.962 гектары жаңағы айналымға шықты. Міне осы қазан-қараша айларында тағы да осы қалған жаңағы қайтқан жерлердің проектісін жасап, біз айналымға шығаратын боламыз. Енді ол келешекте қандай шаруа айналысамын деген азаматтарға қазір ашық конкурс негізінде жер беріледі, жер учаскесі. Жарияланды, конкурсқа уақыттар жарияланды, конкурс жарияланады. Енді осы біз өздеріңіз Тарбағатай газетке, және де әлеуметтік желіге, және де әрбір ауылдық округтың жаңағы әкімшілік ғимараттарына орналастырып, біз жариялаймыз. Ол 30 күн ішінде жаңағы Тарбағатай газетіне шыққаннан кейін 30 күн ішінде тұрады. 30 күннен кейін жаңағы қабылдау басталады. Қабылдау басталғаннан кейін 7 күн қабылданса, содан кейін ары қарай 10-15 күн жұмыс күннің ішінде жаңағы шешім шығады. Жоқ, конкурсы өтеді, жаңағы конверттер ашылып, ашық конкурс өтеді. Жақсы. Енді осы сұхбат соңын ауданымыздағы ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік саласының даму бағытымен қорытындыласақ, алдағы жалпы осы 5 жылда ауыл шаруашылығында дамудың қандай бір нақты жоспарлары бар, жалпы осы 5 жыл көлемінде енді? Біздің Тарбағатай ауданы бойынша енді қазір біз малды өсіріп жатырмыз. Мал басымыз өседі. 28 жылға дейін осы 2 есеге ұлғайтамыз деп жатырмыз. Соның негізінде біз параллельно біз мал азығын дайындауға да көңіл бөлудеміз. Сондықтан да біздің 3 кооператив, жаңағы ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі жаңағы су үнемдеу технологияларын, машиналарын қою үшін қазір бүгінгі күні 97 миллион қаржы ауыл аманатымен несие алды. Одан кейін жаңағы 1700 гектар жерге Тарбағатай агро деген жаңағы жауапкершілік серіктестігі, олар да осы мал азығын жаңағы Қарсақбай учаскесінде егетін болады. Осындай инвесторлардың арқасында біз мал азығын 2 есеге ұлғайтып, ары қарай дамыту. Инвесторлар арқылы жаңа жолдауда да айтып өтті ғой. Үлкен инвесторларды тартып, жаңа ауылымызды өркендету үшін жаңағы барлық жағдайға қол жетімділігін арттыру үшін осындай үлкен инвесторлар қажет. Енді келешекте де біз осы жер жаңағы учаскелердің егістік жерлерді шығаратын боламыз. Тағы да осындай үлкен мықты азаматтар болса, жаңағы ауылымыз деп келетін болса, осындай Қазақстанның әрбір азаматы жаңағы конкурсқа түсіп, осындай үлкен ауыл шаруашылығына үлес қосуына болады. Енді өзіңіздің жаңағы сөзіңізді атап өттіңіз ғой, мал азығына Тарбағатай ауданы биылғы қаншалықты дайын? Қазір Тарбағатай ауданы 90%-ға дайын. Жалпы енді біздің Тарбағатай ауданы ертерек бастап жем шөп жинақтау науқанын осы
қазан айының аяғына дейін аяқтап бітіріледі деп ойлаймын. Енді Мейрамбек аға, біздің сұхбатымызға уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Енді осы тұста сізге бір сөз соңында жұмыстан тыс енді бір сұрағым бар еді. Сіздің өзі жалпы жеке хоббиіңіз бар екен, онда бір ауыл шаруашылығынан алыс емес деп естіп жатырмыз. Ол туралы жаңағы атап өтсеңіз. Енді мен өзімнің жалпы әр нәрсеге адамның жаңағы айтады ғой, бір адамның айналысатын шаруасы бар. Сол сияқты мен өзі жылқы, жаңағы ат спортын, бәйге, жаңағы көкпар, өзіміздің ұлттық спортты жақсы көремін. Ол бала кезімізден осы атқа мініп, бала кезімізден жаңағы бәйгеге шауып жүрген азаматпыз. Ана айтады ғой, бала күннен тартып мінсең ат жалын, онда сенің көкірегің от жалын деп. Сол сияқты әрбір қазақтың баласы атқа мініп, әрбір қазақтың баласы осындай тай жарыстарға, бәйгеге, көкпарға қатысып жатса, онда олар денсаулықтары мықты болады деп ойлаймын. Осы жеке хоббиіңізден бір жетістікке жеткен жаңағы бір көкпар бойынша. Өзімнің бір атым бар, Жирен Қасқар, Тұлпар деген. Сол жаңағы атпен мен осы ауданның ішінде екінші, үшінші орын алған кезі, бәйгеге қосып орын алған кездерім бар. Және де осы ауыл әкімі болып жүргенде жаңағы атпен жұмысқа баратынмын. Сол кезде жаңағы фотоға түсіріп, бір осындай өздерінің газеттерінде сұхбат алып жіберген болатынбыз. Соны 22-ші жылы осы Қазақстан бойынша біздің Найманның тобашысы Қаракерей Қабанбай батырдың 330 жылдығына байланысты жаңағы экспедицияға қатыстым. Сол кезде біз 8000 километр жерді жүріп, экспедицияға қатысып жүріп келдік. Сол кезде Қызылорда қаласында біздің экспедициямыз басшымыз Қанат деген азамат, мына атқа мінген әкімді естіп едіңіздер деп жаңағы сұрақ қойып жатса, сол жерде Қызылордада бір ақсақал айтады, иә, Жирен Қасқар па деп сұрақ етеді. Сөйтсем ол жаңағы әлеуметтік желі бойынша сол тарап кеткен екен. Мейрамбек Асылбекұлы, бүгін бізге келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызда табыс, еңбектеріңізге, қызметтеріңізге толағай табыстар тілейміз. Осы Тарбағатай ауданымыздың ауыл шаруашылығын дамытып, сүбелі малдың өсімі көбейіп, алдағы уақытта қызметкерлеріңізге, өздеріңізге табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болғанмен Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі журналист Еркежан Бақытбекқызы, біздің сұхбат бағдарламамызға лүпіл басып, пікір қалдырыңыздар. Тағы да айтып өтейін, артық кем жерлер болса, тағы да алдын ала кешірім сұраймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше.